Қайырлы күн достар. Бүгінгі сұрақ жауапта сіздер жиі қоятын сұрақ, number one сұрақ деуге болады, бұл кредитке қатысты. Алдын ала ескертемін. Осы сұрақтың жауабында мен сіздерге айтқан сөз қатты жүректеріңізді қозғап жіберсе, өтінемін түсініңіздер. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мен сіздерге бұл жерде жанашырлықпен жауап беремін. Оптимальный кредит төлеп отырмын. Қазір декретте жұмыссызбын. Төлемеудің қандай жолын айтасыз? Мен үнемі айтамын, алған кредитті төлеу керек деп. Достар, былай ғой. Дәл осы сұрақта сіз алдын ала ойлануыңыз керек еді. Баланы осознанно көтеріңіздер, саналы түрде. Кредитті де осознанно алыңыздар, саналы түрде. Біз жануарлардан, төрт аяқтылармен немен айырмашылығымыз бар? Біз ойлана аламыз, бізде осознанность бар, сана бар. Жануарлар бала болғысы келсе, кәдімгідей олар қосылып балалы бола береді. Ал сіз балалы болатын кезде қазір оны жоспарлау деген бар ғой. Ұят болса да айтайын, дәріханада контрацептив алып, кәдімгідей алдын ала жоспарлауға болады. Бала өте үлкен жауапкершілік. Кредитте дәл солай жауапкершілік. Баламен салыстырғанда енді төмендеу жауапкершілік. Дегенмен ол да сіздің балаға дұрыс тәрбие беруіңізге, баланы толық қамтамасыз етуіңізге тікелей әсер ететін жағдай, сіздің қаржылық жағдайыңыз. Баланы тәрбиелеуге, оның денсаулығын жақсартып, оған кәдімгідей пайдалы тағамдарды беруге, оны психологиялық тұрғыда оның тұрақты дамыған адам ретінде, тұлға ретінде тәрбиелеуіңізге әсер ететін фактор ол сіздің қаржылық жағдайыңыз. Сондықтан сіз жақын арада ана болуды жоспарлап отырсаңыз, мүмкін кредит алмау керек. Ал егер сіз керісінше кредит алып үй салғыңыз келсе, кредит алып көлік алғыңыз келсе, мүмкін баланы қазір қоя тұру керек. Контрацептив қолданып, баланы жоспарлы түрде кредитті төлеп болған соң ғана көтерген жөн болар. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Біз мұның барлығын жоспарлай аламыз. Білмей қалдым деу, бұл жауапкершіліктің жоқтығы, бұл сананың төмендігі. Ренжімеңіздер. Дәл қазір сіздің декретте отырғаныңыз сізді кредит төлеуден босататын фактор болып табылмайды. Бұл заңды негіз емес. Банктер және банк қызметі туралы заңда әйел адам декретте отырған жағдайда оны кредит төлеуден босатыңдар деп қарастырылмаған, ондай бап мүлдем жоқ. Және банктер сізді кредит төлеуден босатуға міндетті емес. Бұл жағдайда сіз ойлауыңыз мүмкін, мені аяу керек. Мен декретте отырмын ғой, мен онсыз да баламды әрең бағып отырмын. Қалай менде табыс жоқ деп. Бастапқы кеңеске ораламыз. Демек, баланы көтеретін кезде жоспарлы түрде, кәдімгідей отағасымен сіз ақылдасып көтеру керек еді. Кредитті алатын кезде дәл солай көтеру керек. Кредитті дәл солай жоспарлау керек еді. Не кредит, не бала. Кредит жауап болған соң бала, немесе баланы көтеріп, оны сіз 3 жыл үйде декретте отырып баланы тәрбиелеп, ары қарай сіз жұмысқа шыққан соң, табысыңыз көбейген соң кредит алуыңызға болады. Бұл жерде басынан бастап кәдімгідей жоспарлау керек еді. Дәл қазір сізге берер кеңесім. Мүлдем төлемей қоюдың жолы жоқ. Заң бойынша декретте отырғаныңызға бола, банк сізді кредит төлеуден босатуға міндетті емес. Дегенмен сіз баланы туу туралы куәлігін тіркеп, және декретте қазір егер бала дүниеге келмеген болса, мысалға сіз еңбекке жарамсыздық қағазы беріледі ғой декретке шығатын кезде 126 күнге. Осының көшірмесін тіркеп, банкке өтініш жазуыңызға болады, ай сайынғы соманы азайтып, кредитті төлеудің мерзімін ұлғайтуға. Ай сайынғы сома, мысалға сіз 50 000 теңгеден несие төлеп отырсаңыз, оны шамамен 30 000 теңгеге азайтып беру мүмкін. Бірақ кредит төлеудің мерзімі ұлғаяды, нәтижесінде оның үстемақысы, яғни переплатасы көбейеді. Енді сіз өзіңіз осы жағдайға алып келдіңіз, өзіңіз осындай қаржылық тапшылыққа алып келдіңіз. Сондықтан енді 50 000 теңгелік кредитті ай сайын төлей алмай, кәдімгідей жүйкеңіз тозып, балаға айғайлап, кейде тіпті баланы ұрып, күйеуіңізбен ұрысып отырғаннан гөрі, тым болмағанда ай сайынғы соманы азайту керек. Бірақ осы орайда мен сұраққа бірден назар аударыңыздаршы, оптимальный кредит деп атап отыр. Оптимальный кредит емес, ол оптимальный график деп аталады. Байқауымша сіз онсыз да ай сайынғы соманы өте минималды түрде азайттыңыз қазір. Оптимальный деп әдетте білесіздер, банктерде банктерге оптимальный, сізге ол пайдасыз. Дегенмен сіз мүлдем төлей алмай жатқан жағдайда графикті өзгертіп, өте аз сомаға азайтып береді. Мерзімін максимально ұзартады, переплатасы көп. Дегенмен сіз осы ай сайынғы соманы төлеп, кредитті кішігірім көлемде болса да по чуть-чуть жауап бересіз. Дәл қазір сізде онсыз да оптимальный график.
сіз қазір декретте отырмын деп қосымша өтініш жазғанның өзінде оны одан әрі азайтпауы да мүмкін. Осыны ескеріңіз. Сондықтан достар, давайте өзіміз кредит деген қораға алып барып тықпаймыз. Маған қораға кірдім деп жазатындар. Өзіміз осылай алып бармайықшы. Декретке шығатын аналар, білесіздер, кемінде 3 жыл декретте отырасын. Одан ары қарай бірден жұмысқа орналасқан кезде де сенің жалақың кәдімгідей көп болмауы мүмкін. Сондықтан кредит алу, баланы дүниеге алып келу, осы маңызды сұрақтарға жоспарлы түрде шешім қабылдаңыздар. Міндетті түрде қазір өтініш жазуыңызға болады, бірақ мен алдын ала ескертейін, сізде онсыз да оптимальный график болса, оның сомасын одан әрі азайтпауы мүмкін. Бұл сұрақты мен неліктен осы сұрақ жауапқа қостым? Қазір ойлауыңыз мүмкін, ары қарай беретін кеңесің жоқ па? Сенің бәрібір кеңесіңмен бәрібір ай сайынғы соманы азайтпайтын болса одан әрі, немесе кредитті төлемеудің жолы жоқ болса, неліктен айтып отырсың деп. Мұны мен өзге аналарға, өзге әкелерге, кредит алғысы келіп жүрген өзге де адамдарға сабақ болсын деген ниетпен айтып отырмын. Баланы жоспарлап көтеру керек. Және кредитті де жоспарлы түрде, саналы түрде алу керек. Сонда сізде қаржылық тапшылық орын алмайды. Сау болыңыздар. Өзге сұрақтарыңыз бар болса, видеоның астына жазыңыздар. Толық жауап беруге тырысамын.